Бүгінгі айтатын әңгімеміз мынау кезінде шыққан ақ сиыр, көк сиыр деген оқиға. Бұл ауылды жерде тұратындар, мақта егетіндер біледі. Сол себептен мынау кезінде бір ағамыздың басынан өткен оқиғаны айтып берген жөн көріп отырмын. Бірде шалғай ауылдың бірінде бір ағамыз болыпты. Ол заманда үйдің үлкені, үйдің кішісі кезекпен еккен мақталарының, яғни полияның басында біреуі күндіз, біреуі түнде қарауылдайтын болған. Сонда бір күні бір ағамыз түнгі кезекте келген, сағат 12:30-1 шамасында полиясының шетінен бір көк сиырды көреді. Сол көк сиырды полиядан шығарайын деп, көк сиырдың артынан қуалап кете береді. Ол кезде ана көк сиырды қуалап кеп атқан кезде, сол полияның бір 100 метр, 200 метрден кейін дария басталады, су. Бұл сол суға қарай қуады көк сиырды. Көк сиырды қуалап бір каналдың шетіне түскен кезде, болды, осы жерге жетеді, енді артқа қайтайын деп, артқа бұрыла берген кезде артынан бір дыбыс шығады, ол сиырдың дыбысы. Деген дыбыс шығады. Көзің қиығымен қараса бір ақ сиырды көргендей болады. Сонда ана ақ сиырдан қорыққан ағамыз көк сиырды қуалап кете береді. Біраз жер жүргеннен кейін тағы да тоқтап, артқа бұрылуға жүрегі батпай, жаңағы дыбысты естіп, деген дыбысты естіген кезде тағы да көк сиырды қуалап кете береді. Көк сиырды қуалап кеп атады. Бірақ жүріп кеп атқан кезде ана дыбыс естілмейді оған құлағына. Тоқтаған кезде естіледі, тағы да тоқтайды. Деген дыбыс тағы да шығады. Сонда көк сиырды да таппай қалады алдында. Артқа қайтайын десе, жаңағы екі сиыр бірігіп бұны қуалап кеп атқандай көрінеді. Бірақ қарауға жүрегі батпайды, артына қарай алмайды, тек дыбысты естиді, дәлше кете береді. Сонда жаңағы ағамыздың ойында ойлағаны, мына су адамды тартады екен. Мен де бір өлім тартып атырма деп қорқады. Сөйтіп қашып кеп атып, судың қасына да жетеді. Судың қасына жеткен кезде тоқтайды, тоқтаған кезде ана дыбыс әлі кетпеген. Деп артынан ана дыбыс шығып тұр. Не істерін білмейді. Ана судың өзі жағасына түссең терен бірден. Ағын су, Сыр өзенінің суы. Не де болса барымды салайын, осы судан жүзіп, әйтеуір бірдеңе қылам деп үстіндегі дорбаларын шешейін деп, сумкасын ашып, шешіп қалса ана артына қарауыл болып келеді деп, итін сабаған, сол итінің дыбысы екен. Пысылдап шығып тұрған. Мұндағы айтқым келгені, құрметті ағалар, інілер, ақ сиырларыңыз бен көк сиырларыңызды босатпай, байлап ұстаңыздар дегім келгені ғой.